Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Құрметті көрермен, алдыңғы аптада біздер Фиқхул Акбар кітабының шархы Абул Мунтаха рахматуллах алейхтің жазған кітабын оқып бастап едік. Алла нәсіп етсе, бүгінде сіздермен сол кітаптың жалғасын оқитын боламыз. Вақал ал-имамул а'зам Абу Ханифа. Ұлы имамымыз Абу Ханифа рахматуллах алейх былай дейді. Аслу таухид, ай хазал китабу фи баяни хақиқати таухид. Таухидтің негізі, яғни бұл кітап таухидтің ақиқатын баяндау хақында, баяндау жайында жазылған кітап. Уахуа фил луға, бұл таухид дегеніміз тілдік мағынасы. Әл-хукму би анна шай'a вахидун, вәл илму би аннаху вахидун. Таухидтің тілдік мағынасы ол бір нәрсені жалғыз, тек деп үкім беру. Және сонымен қатар ол нәрсенің тек жалғыз екендігін білу. Міне осы таухидтің тілдік мағынасы екен. Вафил истилахи ат-таухид, ал терминдік мағынасы болатын болса, таухид дегеніміз хуа таджлиду ззатил илахия ан кулли ма ютасаввару фил афхам ва ютахайялу фил аухам вал азхан. Яғни таухидтің терминдік мағынасы ол Алла тағаланың затын бүкіл адамның ақылына келетін, суреттелетін адамның түсінігінде қандай да бір сурет келсе, ақылында қандай да бір суреттелген нәрсе болса, осы нәрселердің бүкіл барлығынан Алла тағала пәк. Және де адамның ақылына, ойына қандай да бір қиял келсе, осы қиялданылатын, және де адамның ақылында, ойында суреттелінетін бүкіл нәрседен Алла тағаланың заты, Алла тағала о нәрседен пәк дейді, о нәрседен ада. Ва ма'на кауниллахи та'ала вахидан. Енді Алла тағаланың жалғыз болуы, Алла тағаланың тек болуы деген сөздің мағынасы нафюл инқисами фи затихи та'ала. Алла тағаланың затын бөлінуден, айырылудан тыю. Яғни Алла тағаланың затында инқисам, бөліну деген нәрсе болмайды. Алла тағала тек жалғыз. Ва нафю шабихи ва шарики фи затихи ва сифатихи. Сонымен қатар Алла тағаланың затында, оның сипаттарында Алланың ешқандай ұқсасы, серігі, теңдесі жоқ екендігін, яғни осындай теңдесі, серігі болудан тыю. Міне осы Алла тағаланың жалғыз болуының мағынасы дегеніміз осы дейді. Яғни Алла тағаланың заты ешқандай бөлінбейді. Сонымен қатар Алла тағаланың затында, сипаттарында ешқандай оған ұқсас, оның серігі жоқ екендігін білуіміз керек болады екен бұл ибарадан. Енді вал-и'тиқаду фи қаулихи ва ма ясихху ал-и'тиқаду алейхи яуммул илма. Енді мәтінде, Фиқхул Акбар кітабының мәтінінде сенілуі керек болған, сенілуі дұрыс болған, яғни біздің сенуіміз қажет болған нәрселер деген сөзіндегі и'тиқад, яғни сену, бұл нәрсе бүкіл ілімді қамтиды дейді. Ва хуа хукмун жазимун ла яқбалу ташкик. Яғни бұл бүкіл ілімді қамтиды дегенде, ол ешқандай күмәнді қабыл етпейтін кесін үкім. Бұл нәрсені өз ішіне алады. Және нені ішіне алады дейді? Уәл и'тиқад әл-мәшхур. Және де мәшхур и'тиқадты да, мәшхур сенімді де ол өз ішіне алады. Бұл мәшхур и'тиқад дегеніміз не? Ва хуа хукмун жазимун яқбалу ташкик. Ол, яғни күмәнді қабыл ететін кесін үкім. Бұл нәрсе не? И'тиқадул мәшхур. Міне бұл нәрсені өз ішіне алады, өз ішіне қамтитындығы. Ва индал баъди, кейбір ғұламалар, кәләмжілер, яуммаз-зонна айдон. Яғни бұл занны ғалипті де өз ішіне алады дейді.
өз ішіне қамтиды. Яғни занны ғалип дегеніміз ашықтайды. Кама яумул и'тиқадал машхур фа инна заннал ғалибал лази ла яхтуру ма'аху ихтималун нақид му'табарун фил иман. Енді бұл мәшһүр и'тиқадты, мәшһүр сенімді өз ішіне қамтығаны тәрізді занны ғалипті да өз ішіне алады. Занны ғалип дегеніміз ол адамның ақылында бір нәрсеге деген сенімнің басым болуы занны ғалип болады. Енді бір адамның ақылында бұл бір нәрсенің ақиқатына занны ғалип, яғни басымдық болған кезінде осы нәрсенің керісі, яғни о нәрсенің терісін ихтималдығы, оның терісінің болуының ихтималдығы қабыл етілінбейтін, қабыл болынбайтын занны ғалип. Бұл нәрседе иман мәселесінде муътабар қабыл етілінеді дейді. Фа инна имана аксарил ауами казалик. Өйткені авам халықтың көпшілігі, қарапайым халықтың көпшілігінің иманы осы занны ғалипқа құрылған дейді. Енді занны ғалипті кішкене ашықтап өтсек, ол қарасаңыз адамның екі нәрсенің арасында күмәнді болуы, яғни екі ойлы болуы, ол шәк болып есептелінеді. Яғни күмән екі нәрсенің арасында шешім қабылдай алмаған жағдайда ол шәк болады. Міне осы екі арада екі ойлылық кетіп, адамның ақылында, яғни бір жаққа деген басымдық, бір жақты таңдап, осы нәрсеге сенуі бұл занны ғалип болады. Яғни яқин кесін үкіміне ауысады. Адамның мысалы қарасаңыз, бізде фиқта бұл екінші рәкағат немесе үшінші рәкағат, яғни төртінші рәкағат. Осы рәкағаттардың арасында шатасып сенімдік болмады, яғни екі ойлы. Не үшінші рәкағатта, не төртінші рәкағатта тұрғандығына кесін өзі қарар беріп, өзі іштей о нәрсенің қаншасыншы рәкағатта тұрғандығын толық білмесе, одан кейін бұл кісінің намазын жалғастыруы ол кесін болған үкіммен жалғастырады. Яғни 3 пен 4-тің арасында екі ойлы болатын болса, онда 3-ші рәкағаттан бастап намазын тамамдауы керек болады. Яғни не? Ол күмәнді тастады, 4 рәкағатты оқыдым ба, оқымадым ба деген күмәнді ысырып, ол кесін нақты сенімді болып тұрған 3-ші рәкағатынан намазын ары қарай жалғастырады. Міне сондай, яғни бұл жерде екі ойлылық кетіп, яғни бір жаққа шешім қабылдаған кезде ол занны ғалип, ол кесін үкімге айналады екен. Сондықтан да біздерде көпшілік халық бір нәрсенің дәлел дәйегін білмесе де, о нәрсеге жайында хабар естіген кезінде, о нәрсеге жүрегімен айқын, нақты кесін сенім қалыптасқан кезде, осы нәрсеге жүрегінде сенім қалыптасып, әрі осы нәрсеге нақты сенген кезінде, ол нәрседе яғни кесін үкімге айналады екен. Бұл иман мәселесінде де авам халықтың көпшілігінің сенімі жеткен хабарды жүрегімен қабылдап, тасдиқ етуі, о нәрсеге сенуімен бұл кісінің де иманды мұсылман деп біздер муамәлә жасап, қарым-қатынас жасауымызға жеткілікті екен. Яжибу ай яқула бияил ғайба ай юфтараду алал муътақиди ай яқула. Бұлай деп айтуы уәжіп болады. Кімге? Бұл иман етуші муътақидқа бұлай деп айтуы парыз болады дейді. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил вал баъси ба'дал маут вал қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи та'ала. Оның Аллаға иман еттім, періштелеріне иман еттім, кітаптарына иман еттім, және елшілеріне, өлгеннен кейін қайта тірілудің бар екендігіне, о нәрсенің хақ екендігіне иман еттім. Сонымен қатар тағдырдың жақсылығы да, жамандығы да Алла тағаладан екендігіне иман еттім деуі уәжіп болады. Бұл парыз болады дейді. Қола ай яқула ва лам яқул ай ю'мина. Имам Абу Ханифа рахматуллах алейх бұл жерде
яжибу ай яқула, яғни деуі уәжіп болады, деуі парыз болады деді. Яғни иман еттім деместен осылай деп айтуы парыз болады дейді. Не үшін? Лиядулла аля аннал иқрара рукнун фил иман. Бұл иман етту мәселесін тілмен айтуы, жүректегі иманды тілде айтуы да бұл иманның бір рукыны, шарты екендігіне дәлелет етеді дейді. Лианна аслал иман ал-иқрару ва тасдиқу би ашияи ситтатил мазкурати. Өйткені иманның негізі, иманның асылы ал-иқрару ва тасдиқ. Иқрар мен тасдиқтан тұрады. Яғни жүрекпен сеніп, тілмен айту. Не нәрсені? Би ашияи ситтатил мазкурати. Бұл жоғарыда айтылған 6 нәрсені жүрекпен сеніп, тілмен айтуы бұл иманның негізі болып табылады екен. Бұның дәлелі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде әл-иману ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва лияумил ахир ва ту'мина бил қадари хайрихи ва шаррихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде иман ол сенің Аллаға иман еттім, періштелеріне иман еттім, кітаптарына иман еттім, оның Алла тағаланың елшілеріне иман еттім деуің, және де тағдырдың уәл-яумил ахир, ахирет күніне иман еттім деуің. Сонымен қатар сенің тағдырдың жақсылығы да, жамандығы да Алла тағаладан деп иман еттуің бұл иман болып табылады дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтылынған 6 нәрсе бұл иманның негізі болып табылады екен. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек. Ва малаикатуху инда аксарил муслимина аджсамун латифатун қадиратун аля ташаккули би ашкалин мухталифатин. Енді оның періштелері, Алла тағаланың періштелері дегенді, бұл мұсылман ғалымдарының көпшілігінің құзырында періштелер деген кім? Аджсамун латифатун, ол өте бір нәзік жисім, өзі өте нәзік жаратылыс. Ол қандай? Қадиратун аля ташаккул. Ол бір болмысқа, басқа бір болмысқа енуге қадир болған, енуге күші жететін, ене алатын. Би ашкалин мухталифатин, әр түрлі болған, қандай да болмысқа ене алатын, о нәрсеге қадир болған өте нәзік жаратылыс. Мунқасиматун иля қисмейни. Бұлар да 2 топқа бөлінеді, 2 түрге бөлінеді екен. Қисмун, бірінші түрі шә'нухумул истиғрақу фи ма'рифатил хаққи ва танзих. Бірінші тобы, олар Алла тағаланың хақиқатын тануға, Алла тағаланың хақиқатын танып, әрі осы Алла тағаланы танзих етуге берілген періштелер. Вахумул иллиюн вал малаикатул муқаррабун. Оларды иллиюн немесе муқаррабун періштелері деп айтылады дейді. Енді екінші түрі періштелердің ва қисмун юдаббирул амра минас самаи илал арди аля ма сабақа бихил қадо ва жарал қаламул илахи. Екінші түрі де ол көктен жердің арасындағы бүкіл істерді жүргізуші, бүкіл істердің жүйелеуші періштелер. Қандай? Бұл тағдыр жазылғаннан бастап ақыретке дейін болатын илахи қаламның жазған бүкіл тағдырдағы мәселелердің жүзеге асуын бақылайтын, қадағалайтын періштелер дейді. Фаминхум самауиятун ва минхум арадиятун. Бұлар да өз ішінде 2 топқа бөлінеді. Біріншісі сәмәуи аспандағы періштелер, екіншісі болса жердегі періштелер болып бөлінеді екен. Яғни жерде өз міндетін атқарушы, жердегі адамдардың жақсы жаман амалдарын жазушы, әрі бұл сәйяхун, жердегі жаңағыдай Алланы зікір етуші құлдарды аралап іздеп жүретін, яғни бұл жердегі міндеттелген, жерде
міндеті жүктелген періштелер арадия, яғни жердегі періштелер, көктегі періштелер де болып екіге бөлінеді екен. Әл-иману бил кутуб, одан кейінгісі кітаптарға иман ету. Хуат-тастиқул жазим биуджудиха ва бианнаха каламуллахи та'ала. Бұл кітаптарға иман дегеніміз біріншісі ол нәрсенің, яғни Алла тағала тарапынан түсірілген кітаптардың бар екендігіне кесін сену, кесін иман ету. Екіншісіне бұл нәрсенің Алла тағала тарапынан түсірілген кітаптың бар екендігіне сенгеннен кейін ол кітаптардың да Алла тағаланың кәләмі екендігіне, Алланың сөзі екендігіне кесін сену, кесін илану, осы нәрсені жүрекке бекіту екен. وجميع الكتب المنزلة على الرسل 104 كتب. Міне Алла тағала тарапынан түсірілген кітаптардың жалпы саны 104 дейді. Унзила аля Адам минха 10 сахайф. Бұлардан 104-тен 10 сахифасы Адам алейхиссаламға түскен. Ва аля Шис 50 сахифа. Шит алейхиссаламға да бұл 50 парақ түскен. Ва аля Идрис 30 сахифа. Идрис алейхиссаламға 30 парақ. Ва аля Ибрахим алейхиссаламға болса 10 сахайф, 10 парақ түскен дейді. Ва Таурату аля Муса, Таурат кітабы Муса алейхиссаламға түсті. Ва Забур аля Дауд, Забур кітабы Дауд алейхиссаламға түсті. Ва Инжилу аля Иса, ал Инжил болса Иса алейхиссаламға түсті. Ва Фурқану аля набийина Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Енді Фурқан Құран кітабы болса пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға түсті. Енді қарасаңыз жалпы саны 104, оның 100-і жаңағыдай сахифа, яғни беттер болса, оның 4-еуі кітап халінде түскен. Вар расулу, енді елшіге келсек. Елші дегеніміз кім? Мән лаху шариатун ва китабун. Елші дегеніміз оның жаңа шариғат берілген әрі кітап берілген кісіні елші деп айтады екенбіз. Уаякуну ахассу минан наби. Сол үшін де бұл елші пайғамбардан ауқымы тарырақ болады. Яғни бұл кісі елші деп айтуымыз үшін ол жаңа шариғат әкелу керек, әрі оған Алла тағала тарапынан кітап берілуі керек болады. Ва инда ба'дил уламаи хуа мурадифун лин-наби. Енді ғұламалардың кейбірі бұл елші мен пайғамбардың екеуі синоним, екеуінің мағынасы бір деп айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уламау уммати кәәнбияи бәни Исраил дейді. Яғни менің үмметімнің ғұламалары олар бәни Исраилдің, Исраил ұрпақтарының пайғамбарлары тәрізді дейді. Яғни бұл жерден қарасақ, пайғамбарлары, бәни Исраил ұрпақтарының пайғамбарлары бұл өздеріне кітап түсірілмеді, өздерінен алдыңғы кітап берілген расулдардың, елшілердің шариғатын жалғастырды. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да үмметінің ғұламалары пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әкелген шариғатын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түскен Құран кәрімді басқа халықтарға жеткізіп, оны пайғамбарымыздың шариғатын басқаларға таблиғ етеді. Міне сол үшін де пайғамбарымыз менің үмметімнің ғұламалары бұл Исраил ұрпақтарының пайғамбарлары тәрізді деген. Енді бұл пікір айтылса да, яғни елші мен пайғамбардың бір синоним, мағыналас сөздер, мағыналас деп айтылса да, кейбір ғұламалар тарапынан, алайда бұл ислам әхлі сүнна уәл жамаат ғұламаларының көпшілігінің пікірінше, бұл расул өзіне жаңа шариғат берілген, оған жаңа кітап берілген кісі. Ал пайғамбар болса, ол өзінен алдыңғы елшілердің шариғатына ілесуші, олардың шариғатын жалғастырушы болып табылады екен. Уәл иману лазимун ликулли набийин сауаун унзила алейхи китабун ау лам юнзал. Енді біз
пайғамбарға кітап берілсе де, берілмесе де, бүкіл пайғамбарларға біз кесін иман етіп илануымыз парыз болып қалады, парыз болып табылады екен. Енді қайта тірілу. Қайта тірілу дегеніміз не? Хуа айябасаллаху та'ала ал-маута минал қубури би ан яджма'a аджзаухумул аслия ва ю'идал арваха илейха. Ол дегеніміз қайта тірілу Алла тағаланың өлілерді қабірлерінен қайта тірілтуі. Қандай халде? Би ан яджма'a аджзаухумул аслия. Оның асли негізгі денелерін, бүкіл болмысын қайта жинау арқылы. Ва ю'идал арваха илейха. Және де оның рухын ол асли денесіне қайтарып беруі. Міне осы қайта тірілу деп айтылынады екен. Енді бұл жерде яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде қайта тірілген кезде ол түксіз, шашсыз тіріледі деген сияқты хадисіне негізделіп, бұл нәрсенің танасух екендігін айтқан ғұламалар да болған. Алайда бұл нәрсе танасухқа кірмейді. Өйткені Алла тағала біздердің болмысымызды негізгі асыл бөліктерімізден, яғни асыл осы күніміздегі тәнімізден жинап, әрі осы тәнімізге Алла тағала рухымызды қайтарады екен. Міне осы баас, яғни біздердің иман етуіміз керек болған қайта тірілу. Уәл қадар, енді тағдыр мастарун бима'нал мақтул уа хуа ма'нал мұқаддар. Енді тағдыр дегеніміз ол мақтул мағынасында, исм маф'ул мағынасында мастар болып табылады. Біздің қазақ тіліндегі тұйық етістік. Уа хуа бима'нал мұқаддар, ол да тағдыр етілінген, тағдыры жазылған деген мағынада. Хойрихи мәжрурун бәдәлун минал қадар, яғни хойрихи кәлимасы ол араб тіліндегі тілдік мағынасын ашықтап жатыр. Бұл жерде мәжрур болады. Бұл қадар кәлимасынан бәдәл болып табылады дейді. Бәдәл бa'д минал кул, бұл кул, бәдәл бa'д минал кул болады. Ва шаррихи ма'туфун алейх, ва шаррихи кәлимасы болатын болса, ва хойрихи кәлимасына атып болады дейді. Руя анна Аба Бакрин ва Умар ибн ал-Хаттаб радiyallahu анхума назара фи мас'алатил қадар. Енді Абу Бакр радiyallahu анху мен Умар радiyallahu анху тағдыр мәселесінде сөз таластырады, мұназара етеді. Инна Аба Бакрин кана яқулу ал-хасанату мин Аллахи та'ала. Абу Бакр радiyallahu анху бұл жақсылықтар Алла тағаладан, уәссайиату мин анфусина, ал жамандықтар болатын болса біздің нәпсімізден дейді. Уа инна Умар юдифул кулла иля Аллахи та'ала. Умар радiyallahu анху болса тағдырдың жақсылығы да жамандығы да Алла тағаладан деп Алла тағалаға изафат етеді. Фазакара радiyallahu анхума залика ли расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Ал осы мәселені екеуінің арасында болған мұназара Расулла саллаллаху алейхи вассаламға айтады. Қала саллаллаху алейхи вассалам, сонда Алла елшісі: инна әуәлі мен тәкәлләмә бил қадар мин жәмиғил хылқи куллихим Жәбраил ва Микаил. Расулла бұл тағдыр мәселесінде бүкіл жаратылыстың ішіндегі, мақлұқаттардың ішіндегі ең әуелі бұл тағдыр мәселесінде сөйлескен, яғни мұназара еткен Жәбраил мен Микаил періштелер еді дейді. فإن جبرائيل يقول مثل مقالتك يا عمر. Жәбраил алейхиссалам, я Омар, сенің айтқаныңдай айтты. وكان ميكائيل يقول مثل مقالتك يا أبا بكر. Ал Микаил алейхиссалам болса, ол Абу Бакр, сенің айтқаныңдай айтты дейді. فتحكم إسرافيل فقضى بينهما أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى. Араларында Исрафил алейхиссалам қазылық етті, төрелік етті, сөйтіп тағдырдың жақсылығы да жамандығы да Алла тағаладан екендігіне үкім берді дейді. Сүмма қала саллаллаху алейхи вассалам, одан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: «Хаза қадои бәйнакума». Сүмма қала саллаллаху алейхи вассалам,
Я Аба Бәкір, ләу арадаллаху тағала әллә юаса ләмә халақа иблис. Сөйтіп Расулулла, бұл да менің сендердің араларыңдағы берген үкімім, қазылығым осы дейді. Яғни тағдырдың жақсылығы мен жамандығы Алла тағаладан екендігіне үкім береді. Және одан кейін Расулулла сөзін жалғап былай дейді: ей Абу Бәкір, егер де Алла тағала қаласа еді, өзіне қарсы шығылмауды, яғни өзіне исян, өзіне күнә жасалуын қаламаса еді, иблисті Алла тағала жаратпайтын еді дейді. Сондықтан да бұл тағдырдың жақсылығы да, жамандығы да Алла тағаладан деп иман ету біздерге парыз болып табылады екен. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Міне осы жерден бүгінгі дәрісімізді тамамдасақ, иншалла Алла нәсіп етсе, алдағы күндері дәрісімізді жалғастыратын боламыз.